Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге қазыны қалай әдемі қылып пісіруді айтайын деп тұрмын. Қазыңыз жарылмай дәмді болып пісуі үшін оның міндетті түрде екі жағы байлаулы болу керек. Яғни мына ішіндегі шектен еті шығып кетпеу керек. Мынандай үлкен қазы болса, онда оны тігеміз. Ол деген зубочисткамен ұстатқанға келмейді. Себебі одан үлкен. Міне қазір видеода көріп тұрғаныңыздай, егер кіші қазы болса, тігінен екеу және жанынан екеу қадап қойсаңыз, төртеуі жеткілікті болар еді. Менікі үлкен болғандықтан бұны тігу керек. Сондықтан біз бұл қазыны тігеміз. Тікпес бұрын қазір зубочисткамен қалай пісіп алу керек екенін көрсетемін. Бүйтіп піскен кезде арасы алшақ болу керек, және де бір түзудің бойында болмау керек. Піскен кезде қазы ісінеді, сол кезде осы тесік арқылы артық ауа ыстық шығады да қазы жарылмай жақсы болып піседі. Қазір осы қазыны жақсылап тігетін боламыз. Ол үшін алдымен инені сабақтап аламыз, және де инені еттен шекке қарай өткізіп, жіпті жіпке байлап аламыз. Сол кезде ол мықты түйін болып тұру керек. Әйтпесе түйін етте немесе шекте ұсталып тұрмайды, шығып кете береді. Сіздің тіккеніңізден пайда болмай қалады. Пайда болу үшін міндетті түрде жіптің өстіп ортасынан инені өткізіп аламыз. Мына жерде мен бір қолымда телефон болғандықтан ыңғайсыз болып тұр. Міне көріп алыңыздар. Осылай өткізіп аламыз, сол кезде шығып кетпейді. Сосын 5 жұлдыз қылдырып өткізіп аламыз. Ең соңғы жерінде де жіпті жіпке байлаймыз. Мықтап түйіп қойыңыздар, шығып кетпейтіндей. Мінеке байлау үлгісін сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер де өстіп байласаңыздар, қазыңыз шығып кетпейді. Анықтап көріп алыңыздар. Бір тексеріп жіберейік. Енді бұл қазыны суық суға салып, ақырындап қайната бастаймыз. Міндетті түрде етті суық суда қайнату керек. Бір қайнаған кезде көбігін аламыз. Тағы бір 2 минуттан кейін тағы бір рет көбігін аламыз. Және де қазыны жарылып кететіндей томпиып кел жатқан жерлерінен өстіп пісіп, ішіндегі артық суын шығарамыз. Сол кезде қазы жарылып кетпейді. Көріп тұрғаныңыздай, қазы еттің ортасында орналасқан. Мына жерде қазір су азайып кеткен, қазір үстіне суды толтырып құямын. Мынау екінші көбігі түсіп жатыр, соны қазір аламыз. Қазыны етпен бірге немесе көп қазыны бірге пісіруге болады. Екеуінде де қазанға суық суды құямыз, соған салып пісіреміз. Тұзын бұрышын саламыз дәміне қарай. Тұз алған ет болса, онда тұз салмаймыз. Суық су әбден қайнаған кезде көбігін аламыз. Тағы бір қайнатып, тағы көбігін аламыз да отты азайтып қоямыз. Қазыны пісіруге 2,5 сағат уақыт кетеді. Егер ол жас малдың етінен жасалған қазы болса, онда 2 сағатта жеткілікті. Егер үлкен малдың етінен болса, онда 3 сағат қайнатқан дұрыс. Жас малма, кәрі малма, біз оны білмейміз деген кісілерге айтарым. Қазының ішіндегі майға мән беріп қараймыз. Егер майдың түсі ақ болса, ақшыл болса, онда ол жас мал. Неғұрлым сарыға жуық болса, онда ол үлкен мал деген сөз. Астарыңыз дәмді болсын, қазыларыңыз жарылмай әдемі болып піссін. Біздің каналға жазылыңыздар.